Қазақтың ұлы ақыны ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл толуына орай қаламыздағы Абай аллеясында Абай дана, Абай дара Қазақта атты әдеби сазды кеш ұйымдастырылды. Шығармашылық кеште Абайдың асыл мұрасын бойына сіңірген дарынды жастар өнер көрсетіп, әуезді ән мен күй қалықтады. Абайды пір тұтатын жас өрендер мен жергілікті өнерпаздар тұрғындарға ұмытылмас кеш сыйлады. Шараны қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімі өткізді. Салтанатты жиынды бөлім басшысы Айдын Қайролаев ашып, жиналған көпшілікке ізгі тілегін білдірді. Өз сөзінде ол Абайдың бай рухани мұрасының жас ұрпақ тәрбиесіндегі айрықша маңыздылығына тоқталып, ұлттық құндылықтарды ұлықтаудың мәнін атап өтті. Бұл ұлттық санамызға, рухани тамырымызға, сөз бен ой мәдениетіне деген құрметтің көрінісі. Бүгінде Абай күні еліміздің әр өңірінде түрлі мәдени танымдық шаралармен кең көлемде аталып өтуде. Мұндай тағылымды бастамалар қоғамның рухани өмірін байытып, әсіресе жас буынның ұлттық әдебиет пен мәдениетке қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сыр өңірде сөз өнерін қадірлеген, жыраулық пен ақындық дәстүрі үзілмеген қасиетті мекен. Осындай рухани сабақтастық бар жерде ұлттың асыл мұрасына деген құрмет те әрдайым биік болуы тиіс. Кеш барысында Хакім Абайдың ғибратты өмір жолы мен шығармашылығынан сыр шертетін арнайы бейнеролик көрсетілді. Сонымен қатар қалалық кітапханалар желісі дайындаған Абай шығармаларының ауқымды көрмесі ұйымдастырылды. Қала тұрғындары мен қонақтары ақынның сирек басылымдарымен және сиясы кеппеген жаңа кітаптарымен танысты. Махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер жылайын, шыдам бер сабыр қылайын, жаралы жүрекке дауа бер жаман сынайын. Кешке жиналған көрермендерге ерекше әсер сыйлаған өнерлі жастардың өнегелі өнері болды. Орыс мектебінде білім алса да, қазақ әдебиетінен қол үзбеген нөмірі 198 мектептің 8 сынып оқушысы Бағдәулет Қазантай ақын өлеңдерін жатқа оқыды. 2 жылдан бері Абай шығармашылығын терең зерттеп жүрген өрен өткен жылы ақынның 180 жылдығына орай өткен байқауда жеңімпаз атанған болатын. Ал оның туған әпкесі Диана ұлы ақынның портретін салып өз өнерін ұсынды. Сенпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң ар қалан, сен де бір кірпіш неге, кетігін тапта бар қалан. Орыс халқында Пушкинмен мақтанса, біздің қазақтар Абаймен мақтана алады. Өткен ол қазақ халқына үлкен үлес қосқан, барлық балдарға өз күшін сіңген, ішінде не бар соны бәрін айтқан. Сондай-ақ Асқар Томиров атындағы қалалық мәдениет үйі жанындағы драма үйірмесінің мүшелері, нөмірі 271 мектептің оқушылары Жансерік Дайрабай мен Айзере Әбдіғаппарқызы ақын шығармаларынан сабақ алып, дайындаған сахналық өнерлерін ортаға салды. Жастардың орындауындағы әсерлі туындылар көпшіліктің ыстық ықыласы мен қошеметіне бөленді. Абай Құнанбаев өте мықты және де күшті шығармашыл адам деп ойлаймын. Өйткені ол жазушы, ақын. Осы шығармашылыққа мені тартқан менің апайым Алтын апай болады. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барда ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл ұрамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Мен есімім Жансерік. Абай оқуын 5-ші класстан бері оқып келемін. Негізінен Абай оқуына жастайымнан қызықтымын. Бірақтан да Абай оқуы адамның жан тәнімен баурап алады. Қазіргі таңдағы басты арманым Абайдың 45 сөзін толығымен жаттап алу. Осы шараға қатыстырып жатқан Алтын апайыма мың алғыс. Әдеби сазды кештің көркін әуезді ән мен күй аша түсті. Сырлы саз этнофольклорлық ансамблі Абайдың тор жорға күйін орындап, көрерменнің құлақ құрышын қандырса. Жергілікті жезтаңдай әнші Самал Жұбандықова ақынның жүрекке жылы, өзгеге көңілім тоярсына әнін әуелетті. Кеш соңында көрермендер арасында тағымда викториналар сұрақтар қойылып, жиналған қауым Абай мұрасы төңірегіндегі білімдерін тағы бір мәрте сарапқа салды. Ол Жаздәуіт Нұрымжан Тұрсынбай, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.